әрбір мұсылманның уайымы сол болуы керек. Кім ойланып көрді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды мен ең болмағанда түсімде көрдім бе деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды көруді әрбір мұсылман аңсауы керек. Ертең жәннатта бірге болып пайғамбарымызды көруді аңсағандай бұл дүниеде де иншалла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды түсімде көрсем деген әрбір мұсылманда арман болу керек. Неге? Өйткені бұл сіздің жүрегіңіздегі махаббаттың белгісі. Адам жақсы көрген кезде көргісі келеді, сағынып тұрады. Ең болмағанда түсінде көруді қалайды. Енді түсімізде көргіміз келсе, ғұламаларымыз мына амалдарды иншалла атқарып жүретін болсақ, Алла тағала оны бізге нәсіп етеді дейді. Жалпы бұл тәжірибеден өткен дүние. Нақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мені түсіңде көру үшін мына нәрсені істе деген бір тікелей нұсқаулық жоқ. Бірақ ғұламаларымыз тәжірибенің нәтижесінде иншалла осы нәрселерді адам істейтін болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды түсінде көре алады деді. Оның ең бірінші қадамы, ең бірінші істеуіңіз керек болған нәрсе бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға көптеп салауат айту. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кім маған бір салауат айтса, саллаллаху та'ала биха ашран дейді. Алла тағала соны 10 есе етіп сізге қайтарады. Алла тағала пайғамбарымызға 10 рет салауат айтсаңыз, сізге 10 рет салауат айтады дейді. Бұл жердегі пайғамбар Алла тағаладан болған салауат адамға деген. Бұл әлбетте мейіріміне бөлеу, күнәсін кешіру, өзіне жақындату, осындай мағынада. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айту арқылы сіз күнәңіздің жойылуына, күнәңіздің кешірілуіне қол жеткізесіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан бір күні бір сахаба сұрады: "О Алланың елшісі, мен өзімнің дұға зікірлерімнің жартысын саған салауат айтуға арнасам қалай болады?" деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам зид тағы да қос деді. Мен бағанағы 4-тен 3-ін арнасам қалай болады деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы да қос деді. Яғни сіз салауат айта берсеңіз, тіпті бағанағы дұға жасамай салауат айта берсеңіз, Алла субханаху ва тағала сізге көкейіңіздегі Алла тағаладан сұрамақшы болған қажетіңізді беріп қояды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шәрифінде айтады: Алла тағала өзін зікір етушілерге одан тілеушілерге бергеннен артық етіп береді дейді. Яғни біреу өзінің қажетін тілеп жатыр. Екінші бір адам Алла тағалаға зікір айтып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтып, мақтау айтып жатыр. Алла тағала оның көкейіндегі, жүрегіндегі мұңын, мұқтажын, қажетін біледі. Сол нәрсені оған беріп қояды. Және иншаллах пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның махаббатына қол жеткізесіз. Сол үшін де әрбір мұсылманның пайғамбарымызға деген салауаты көп болуы керек. Имам Ал-Хафизу Сахауи рахмахуллах өзінің Al-Qawlul Badi'a fi salati ala al-Habib al-Shafi' атты кітабында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтудың, көптеп салауат айтудың ең азы деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға біз көп салауат айтуымыз керек. Сол салауаттың ең азы кемінде күніне 300 рет болу керек дейді. Яғни қолыңызға таспыңызды алып, Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим деп салауат айтатын болсаңыз, немесе Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад деп тағы да басқа да салауаттың бағанағы сөздері бар келген. Соны айтып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға иншалла күніне ең кемі 300 рет салауат айтатын болсаңыз, бұл сіздің пайғамбарымызды түсіңізде көруіңізге иншалла бір себебін тигізеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам
кім мені түсімде көрсе шынайы көріпті дейді. Және иншалла бұл дүниеде түсімізде көріп көзайым болғанда ертең Алла тағала жұмақта бірге болып көзайым болуды иншалла нәсіп етеді. Және одан кейін яғни бірінші осы салауат. Білесіздер, осы жақында WhatsApp'та тағы да басқа да әлеуметтік желілерде Пайтақт деген киноның телесериалы, сол жерде Абдулхамид, екінші Абдулхамид жайында бір қысқа бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды түсінде көріп бір кісінің келгендігі жайында келеді. Сол жерде бағанағы екінші Абдулхамидтің сол күнделікті үйірдінен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айтып жатқан салауатын айтпай ұйықтап қалғаны айтылады. Енді жалпы бұл сол халифаның басынан өтті ме, немесе басқа ғұламаның басынан өтті ме, басқа бір халифаның, бірақ негізі кітаптарда осы оқиға келеді. Бұны бірнеше бір кітаптарда, ғұламалардың уағыздарында да тыңдаған біз алдын, бұл бағанағы осы киноға шықпай тұрып. Иншалла, бір яғни бір болған оқиға негізі бар деп қарастыруға болады. Қарап отыратын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, бағанағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды мадақтап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салауат айтудан ұйықтап қалған адамға біреудің түсі арқылы өзінің сәлемін жеткізіп жатыр.